Сәлем балақайлар, қалдарың қалай? Қайырлы түн. Жағдайларың жақсы ма? Ұйықтайын деп жатырсыңдар ма? Ендеше бүгін ертегіші Айбек ағайлармен бірге екінші ертегіні бастайық, иә? Екінші ертегіні оқиық. Ертегін тыңдап алып, сосын тәтті ұйқыға кетейік. Біз алдында кеше оқыған ертегіміз қандай ертегі еді, естеріңде ма? Енді бүгін басқа ертегі оқимыз, иә? Сол басқа ертегінің мынау кішкентай ғана кітапшадан оқып жатырмыз. Сол кітапшадағы ертегілерді бітіргеннен кейін біз алдында көрсеткен үлкен дәу кітаптарды оқитын боламыз. Жарай ма? Ақылдары көп. Енді жақсылап отырып, ертегімізді тыңдап алайық. Бүгінгі ертегіміздің аты Бақа дейді. Бақаны білесіңдер ма? Секіріп жүретін, не? Ертеде бір бақа болыпты. Ол батпақта тұрыпты. Бақалар қайда тұрады екен? Батпақта, иә? Бір күні ол өзен жағасында отырады, ойланып. Бір кезде жағаға үйректер қонды дейді. Өзеннің жағасына үйректер қоныпты. Үйректерді білеміз, құстар ұшып жүреді. Эх, жол алыс, дейді бір үйрек. Тез тамақ жеңдер, сосын ұшамыз. Деген сөзді бақа естіп қойыпты. Куәк, кешіріңіз, қайда ұшасыздар? Дейді бақа. Оңтүстікке ұшамыз, кра. Депті бір үйрек. Оңтүстік жылы ма? Иә, жылы. Онда маса, шіркей көп пе? Иә, көп, депті үйрек. Онда мені өздеріңмен бірге алып кетесіңдер ма? Сенің қанатың жоқ қой. Қалай ұшасың? Ка, депті. Білмеймін, бірақ тұра тұрыңдар. Мен ойланайын, куәк, депті бақа. Бақа біраз ойланып отырады. Өзі ойлана беретін бақа екен. Сосын таптым деп айқайлап жібереді. Екі үйрек таяқтың екі ұшынан тістейді. Екі үйрек екі жаққа тұрып, ортасына таяқ қойып, екеуі тістеп алады таяқты депті. Ал мен болсам, сол таяқтан жармасып алам, ортасынан тістеп алам депті. Бірақ сендер қаңқылдамаңдар, мен бақылдамайын. Бақа бақылдайды, бақ деп, жарайды депті үйрек. Сөйтіп, олар алыс сапарға ұшып кетіпті. Екі жақта екі үйрек, ортасында бақа ілініп ұшып барады екен. Бұл бір қызық көрініс болыпты. Өте қызық, иә? Бұны балалар көріп, күліп, бәрі шулап жүгіріпті қарап. Бақаны қараңдар, бақа ұшып бара жатыр, деп айқайлайды балалар. Қызық-ай, бақа ұшыпты, бақа да ұшады екен ғой, деп, не деген ақылды бақа, депті кейбіреулер. Бақа мақтанып кетіп, оны мен ойлап таптым, деп аузын ашып қалған кезде не болады? Аузындағы таяқтан аузы босап кетіп, өзінің көлшігіне шолп етіп, түсіп кетіпті қайтадан. Сосын ол үйректермен бірге алыс сапарға ұша алмай өзінің көлшігінде
мақтаншақтығының арқасында қалыпты. Яғни бүгінгі ертегіміз осындай қысқа да нұсқа екен. Бірақ бұл ертегіден нені түсіндік? Яғни сабырлы болу керек, мақтанбау керек екенбіз, иә? Сондықтан ата-аналарымызды тыңдап, мақтанбай, ойланып істеп барлық нәрсені, сөйтіп ақылды бала болып жүрейік. Ондай болса бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды. Ертең тағы да жаңа ертегі тыңдауға дайындалып жүріңдер. Жақсы жатып, жайлы тұрыңдар. Қайырлы түн!